Құрметті көрермен, дәл қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан ажырамаңыздар, алда айтатын қызық көп. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Алланың берген ең басты сыйы балаларымыздың бойына жақсы қасиеттерді сіңірсек, кейін жемісін көретініміз айқын. Иә, рас айтасың, Нұржан. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда жалғыз басты аналарымыз көп. Олар балаларына асырап, тәрбие беріп, әрі әкесі, әрі анасы болуды өз мойындарына алған. Ал кейбір ер азаматтарымыз бала тәрбиесіне есейгенде ғана араласқан дұрыс. Ал сәби жыласа жұбатып, қарны ашса тамақтандыру тек әйелдің міндеті деп санайды. Шындығында келсек, бала өмірінің бірінші айында анасын әкесінен, ал әкесін өзге ер адамдардан ажырата біледі. Жасқа толғанша әке баланың жанында көп болып, тәрбиесіне көңіл бөліп, қамқорлығына алса, екеуінің арасында тығыз психологиялық байланыс орнайды. Я, рас айтасың, бұл сәбидің болашағы дұрыс мінез қалыптастыруына алғашқы қадам болмақ. Әдетте аналар балаларына ол болмай, туған тиіспе, ұстама деп шектеуді көп айтып жатса, әкелер балаларына еркіндік бере отырып шектен шықпауын қадағалайды. Осылайша бала ненің бұрыс екенін өз көзімен көріп, өзің іс әрекетін сырттай бақылап, дұрыс шешім қабылдай алады. Олай болса, балапандарымыздың бал тілін тыңдайтын уақыт келді. Кезекте күндегідей тәп-тәтті қылықтарға толы бала тілі бал айдары. Бал тілігінде айтады. Қараңғыда болмай бар. Темірден. Зебра ма? Спортсмен. Бір қосақ. Спорттың қатысы бар. Енді олар асығады ғой. Сосын тұрып, тамақ іздеп алады. Олар музыка ойған кезде ұйықтайды. Олар қараңғы боласын ұйықтайды. Өйткені олар ұйықтағысы келеді. Адамдар көп жүреді, анда экспода ақша төлейді. Жейтін бар, сосын жерде тамақ бар. Экскаватор. Сол жаққа кірген кезде қатырдым. Сонда тез жатады. Потому что көз болады. Сол жауғысы келді, боттан жауады. Күн ашылған кейін жаңбыр жауады. Компьютер қалайсың, сосын жолға кетесің. Компьютер, сағат, айтын интернетте қызыл кітап болады. Оның ішінде сурет болуы мүмкін. Қызыл кітап елтік. Қазақ ұлт болып қалыптасқалы бері салт дәстүрі, әдет ғұрпы қанымен бірге біте қайнасып келеді. Сондықтан да бұл құндылықтар біз үшін ең қасиетті, ең қадірлі екені даусыз. Сәбидің дүние есігін қағуынан-ақ қазақтың сан түрлі дәстүр жоралғылары басталады. Соның ең алғашқысы жарысқазан, одан әрі шілдехана. Балжан, өзің айтып өткендей, шілдехана тойының бір ерекшелігі бар. Бұл тойға қонақтар шақырусыз да бара береді екен. Шілдехана тойына жиналған жұрт, сәби келді өмірге, сәби келді, бір күй кернеп шалқытты ән іргемді. Анасы аман босанды қалжа жесін, ат ұстайтын азамат бар үйденді деп ақ тілек адал ниеттерін жеткізеді. Өлең жолдарында келтіргенде шілдехана тойы кезінде келінге арнап қалжа сойылады. Қалжалы әйелден олжалы ұл өсет дейді дана халқымыз. Сонымен қатар қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр деген сөз бар. Олай болса, қалжалау дәстүрін бүгінде ұстанып жүрген отбасылар бар ма? Оның мәні мен маңыздылығын зерттеп көрген әріптесіміз Маржан Нүсіпбекке сөз кезегін берейік. Қазақ ұрпағының болашағы жарқын болуына сәби дүниеге келген сәттен-ақ көңіл бөлетін халық. Өмір есігін жаңа ашқан нәрестеге түрлі жөн-жоралғы жасап, тіпті ат қоюдың өзіне де баса мән береді. Райхан әжеде бүгін сондай салттардың бірі қалжа беруге дайындалып жатыр. Жаңа босанған келіні мен немересін ширатып, тез ет алу үшін бұл дәстүрді әр отбасы жаңғырту керек дейді ол. Отбасымызда жас келініміз босанып жатыр. Соған қазақтың салт дәстүрі қалжа деген болады. Сол келінді қалжалап жатырмыз. Қалжа бұрынғы қазақтың салт дәстүрі, оны ұмытпауымыз керек. Қалжа негізі келінді
40 күн бала қырқынан шыққанша келінге ыстық сорпа беріп, келінді күту керек, ол балаға да келінге де пайдалы. Міне, келін мен немеренің қамын ойлап, салт дәстүрдің жөнін білетін отбасы осындай болса керек. Ал біз тақырып етіп отырған осы қалжаны қазір кім қалай түсініп жүр? Қалжа туралы біле ме? Қалжа дегеніміз қазақ дәстүрі. Кішкентай бала туғанда сонда бір той жасайтын, қонақ келеді, жақсы тілектер айтылады сонда. Бала туған бетте беретін шара деп ойлаймын. Өйткені ол жерде мал сойылады міндетті түрде, және жаңа туған келінге, әйелге жаңа қалжада сойылған малдың мойнын мүжу керек. Қалжа дегеніміз ол мысалы жаңа түскен келін бар емес па? Ең алғаш рет босанған кезде немесе одан кейін тағы бала дүниеге келген кезде ата енесі қалжа береді балаға. Оның бауы берік болсын деп, елге қадірлі, асандай құрметті азамат болып өссін деп, сондай бір қазақтың салт дәстүріне жатады. Қалжа? Ол деген бір сүйіншіге беретін зат па, сондай бірден емес па? Салт дәстүр емес па, иә? Естіген, бірақ не екенін ұмытып тұрмын. Кейбірі аты естігенмен оның қандай дәстүр екенін біле бермейді. Яғни бұдан қазіргі кезде әр отбасы келінге қалжа бергенмен оның атын атап түсін түстемейтінін байқауға болады. Тек атадан қалған дәстүрдің жоралғысын жасайды. Бұл жайында этнограф мамандар не айтады? Бағзы заманда қалжа беруді негізінен жас босанған ана үйіне келген кезде кішігірім оның қайын жұрты және күйеуі кішігірім мал сойып, ол малдың түрі қой, яғни қойды сойып, жас ана 40-нан шыққанша сол қойдың етін майдалап, турап, сорпа қылып анаға ішкізген. Келінге қалжа бергенде сойылған қойдың мойнын бірінші жегізген. Себебі өмір есігін енді ашқан сәбидің мойны тезірек қатып, ширақ болады деп ырымдаған. Одан ауыз тигенде жас босанған ана тістерін сүйекке тигізбей жеу керек екен. Ал ерте кезде отбасында сәби дүниеге келіп, сойысқа қойы болмаса, келінге қалжаның орнына быламық беретін болған. Ал қазіргі таңда қалжа беру дәстүрін көбінесе нағашы жұрты алып келеді дейді, бірақ оған ешқандай шектеу жоқ. Қазіргі таңда негізінен бірінші қайын жұрты, күйеуі, одан кейін ағайын туыс бауырлары және көршілері де құнарлы тағамдармен бірге сол 6 буыннан тұратын жаңағы мойын омыртқаны алып келген. Аталған дәстүрді батыс шығыс Қазақстан өңірі әлі де сақтап келеді. Ал аты болмаса да затын білетін оңтүстік халқы бұл дәстүрді қалжа беру деп атамайды. Тек жас босанған келінге мал сойып, құнарлы тамақ беруді жақсы біледі. Міне осыдан кейін қалжа беру ұмыт қалды деуге болмас. Бастысы дәстүрді одан сайын жаңғыртуға әркім себепші болса болғаны. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.